Ширек финал 68 кило салмақ Шамшы Баяну Тастанбек және Елена Шалыгина, Шымкент балуан. Елена Шалыгина бірден тізгінді қолға алуға тырысып қарсыласын жығып алды. Тағы да бір айналдырды. Расында өте мықты спортшы. Қарап отырсыз. Айқын басымдыққа ие болуға, айқын жетуге шақ қалып отыр. Оған әрине ешкімнің күмәні жоқ. Елена Шалыгина қазір міне қызыл бұрыштағы бапкерлер, Шамшы Баянның бапкерлері наразылық білдірді. Қазір тексеріп жатыр. Төрешінікі дұрыс па, әлде бұрыс па? Біздің ойымызша бәрі де дұрыс істелген секілді. Қайталап көрейік. Өте қауіпті жағдайда қалған екен. Кілемдегі төрешін шақырды. Челленджді қайтарып беріп жатқанына қарағанда Шамшия Банудың бапкерлерінің айтқаны дұрыс екен, уәжі дұрыс. Сөйтіп белдесу қайта жалғасады. Аяқтан ділді. Екпай. Енді трапеция ұстау керек. Елена Шалыгина оған күш қуатта, тәжірибесі жетеді. Өте мықты спортшы, сөйтіп белдесу тоқтатылды. Бар жоғы 49 секунд қажет болды. Елена Шалыгина Олимпиада ойындарының жүлдегері. Осыдан 15 жыл бұрын қол жеткізген Елена Шалыгина. 2008 жыл Бейжің Олимпиадасында қола медаль алған. Әлем чемпионатында 2 рет қол алса, 2007-2009 жылдар және 2010 жылы күміс медаль иеленді. 10 жылға созылған үзілістен кейін Елена Шалыгина боз кілемге қайта оралды. Міне көріп отырсыздар, былтыр Қазақстан чемпионатында, биыл міне спартакиададан ұтуға шақ қалды. Ол үшін әрине кешке спорт арасынан финалдық сайыс өтетін болса, Елена Шалыгина қайта еліміздің дәл осы салмақта бірінші нөмірлі балуаны атануына барлық мүмкіндігі бар.